Қайырлы күн оқушылар. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз 7-ші сынып 391-ші БЖВ-ны қарастыратын боламыз. Бірінші БЖВ-да бізде listening and writing. Okay, let's start from the listening. Listen to the tape and circle the right answer. You listen twice. Әдеттегідей 2 рет тыңдаймыз. Бірден жауаптармен бердім. Қазір оқып болғаннан кейін сразу тыңдалымды тыңдап, өзіміздің жауаптарымызды дәлелдейміз. Ал кеттік біріншісі. Where does the young girl want to go with your father? Жас қыз өзінің әкесімен қайда барғысы келіп тұр? Қайда барғысы келеді? To the movies, кинотеатрға. Who are they going with? Кіммен бірге барғысы келеді? The girl's mother. Олар анасының, қызының мамасымен бірге барғысы келеді. Келесі. Continue listening to fill the table in. Бір тыңдалымның ішінде 2 түрлі тапсырма. Енді төртіншісі. The girls, төртінші емес, мына жерде 3 болу керек. 3, мына жерде 4, 5. The right time they most likely to leave. Яғни, бұл жерде баратын уақытын айтып тұр, я? Баратын уақытын айтып тұр. The right time they most likely to leave. Олар кететін уақыты 2 p.m. Келесі activity the girl wants to do later. Кеткеннен кейінірек не істегісі келеді? To go to the beach. Жағажайға барғысы келеді екен. Activity the father suggests them do at the end of the day. Кешке қарай әкесі ұсынып жатқан әрекет. Олар to go to the restaurant. Яғни олар ресторанға барғысы келеді екен. Ресторанға баруды әкесі ұсынды дейді. Тыңдалым осымен аяқталды. Ал қазір біз сіздермен тыңдалымды тыңдаймыз және дұрыс екеніне көз жеткіземіз. Dad, I'm bored today. I want to go to a movie. A movie today? Well, I don't know. Here, let me look at the newspaper. Okay. Here's a movie that starts in the afternoon at 2:45. Well, should we take Mommy with us? Yeah. Okay, we have to wait for Mommy because she's at a meeting right now. Okay. All right, and what should we do after we see the movie? Go on a walk. Well, where would you like to go on a walk? Would you like to go down to the beach or through the park? To the beach. To the beach. Well, that sounds great. And then maybe we can go out to eat tonight. Does that sound okay? Yeah. Ал енді writing, жазылымға тоқталамыз. Жазылым, write a short newspaper note on the topic family entertainment. Look at the pictures below and find some ideas for your writing. In the provided box, you'll find some phrases for organization of your note. Қазір біз қысқа газетке жазба шығарамыз. Family entertainment бойынша, яғни отбасымен көңіл көтеру бойынша. Төмендегі суреттерге қараймыз және суреттің астындағы сөздер сізге идея береді. Және мына қораптың ішіндегі тұрған фразалар осы өзіңіздің жазбаңызға қосыңыз деді. Олар useful vocabulary often, жиі, once a week аптасына 1 рет, usually әдетте, seldom сирек, never ешқашан, to show how to, яғни бірдеңені қалай жасау керек екенін көрсетеді, set a good example, жақсы пример көрсетеді, үлгі көрсетеді, teach proper behavior, дұрыс поведенияны өзін ұстау қабілетін үйретеді, help to overcome difficulties, яғни қиындықты қалай жеңу керектігін үйретеді, understand, communicate, collaborate, socialize. Осы етістіктер, осы фразаларды барынша біз жазбамызға не істеуіміз керек, кіріктіруіміз керек. Ал енді міндетті түрде тапсырма басында бізде 2 сұрақ тұр мынандай. What do you do together with your family? Отбасыңызбен бірге не істейсіз? What does work together make family stronger? Why? Точнее, why? Неліктен бірге жұмыс жасау отбасының мықты болуына әсер етеді? Жалпы не үшін мықтырақ болуына әсер етеді деп тұр, Ал енді мына жерде біз мен дайындап қойған 7-ші сынып деңгейіне арнап қойған жазба. Мына жерде специально 2-ге бөлдім, алайда сіздер бөлмей ары қарай жалғастырыңыздар жарайды ма? Өйткені бұл жерде критерий бар, 2 сұрақтың жауабы бар ма деген.
Бұл жерде суреттерге қарасаңыздар, жоғарысында осы суреттердің фразалары тұр. Play computer games, go to amusement park, spend time socializing, watch and discuss films, participate in sport together, read and discuss books. Аударудің қажеті жоқ деп ойлаймын, барлығы түсінікті деп ойлаймын, иә. Жалпы осы жерден барлығын алмайсыздар, кейбіреулерін алып кіріктіріңіздер барынша, иә. Ал кеттік онда. What do you do together with your family? I want to tell you about activities what I do with my family. My family is small, немесе бек өзіңіздің отбасыңызға қарап таңдайсыздар. Үлкен ба, кіші ма, иә? There are қанша адам бар, соны жазасыздар. Мысалы, 5 people, 10 people, 2 people деген секілді. I enjoy spending time with my family. We always watch and discuss films together and they teach proper behavior. I like reading and discussing books with my mother. Once a week, my dad and I go to the gym. He shows me how to do the right exercises. In sport, I'm learning to overcome difficulties. Егер сіздерге кішкене произношение айтылып кішкене жылдам болып жатса, сіздер скорості төмендеп тыңдауларыңызға болады. Келесі, осының жалғасы ретінде кетеді. Бұл жерде айттық, иә? Неге Why does work together make family stronger? Неге ынтымақты жұмыс жасау ол бірізділікке, яғни мықтылыққа алып келеді деп тұр отбасына. I think that work together makes family stronger because each person learns to understand each other. Яғни не істейді? Адамдар бір-бірін түсінуді үйретеді екен, иә? We communicate with our family every day. These are the people who will always help you and overcome all the difficulties with you. Яғни осы адамдар деп тұр, отбасындағы адамдар, олар әрдайым саған көмек береді және қиындықтан қалай шығу екен жолын көрсетеді дейді. Достар, осымен біздің екінші быжымымыз аяқталды. Міндетті түрде мына жерде жазылымның басында сіздерде тұрады қанша сөз жазу керек, 60 па 70 па сөзге назар аударыңыздар. Барынша суреттің жоғары тұрған сөздерді қолданасыздар, мына бокстың ішінде сөздерді қолданасыздар, бірақ міндетті критерий 2 сұраққа жауапты қамтыңыздар. Міндетті түрде арасын сіздер бөлмеңіздер, қосып жазыңыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін мен қазір 2-ге бөлген едім. Ал енді осымен бірінші быжым аяқталды. Каналға жазылып, подписаться, все батырмасын басып қойыңыздар. Келесі салған быжымлар, я Excel бойынша сабақтар салам, бұйырса алдағы уақытта көріп отырасыздар. Егер сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.